Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен фастфуд тағамдарын сүйіп жейтіндерге арнайы құрамында зиянды артық қоспалары жоқ тауық сүбесінен, яғни филе, қытырлақ ауызда еритін стрипсы дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге хлопья керек. Мен осындай араласқан түрін алдым, бірақ сіздерге кеңес беремін. Кукуруз хлопьясын алсаңыздар өте керемет шығады. Ол үшін осы хлопьяны қапшыққа салып, оқтаудың көмегімен еземіз. Қатты майдалап езудің қажеті жоқ, жартылай майда болғанша еземіз. Қоспалардың барлық мөлшері осы видеоның астында описаниеде нақты түрде жазылған. Езіп болғаннан кейін басқа қапшыққа тауықтың сүбесін дәл осы видеода көрсетілгендей ұзынша етіп турап қапшыққа саламыз. Үстіне біраз қасық ұн салып, осы қапшықтың ішінде жақсылап тұрып араластырамыз. Оның барлық тауық сүбесіне тиіп араласуы қажет. Келесі үстіне бір немесе екі жұмыртқа салсаңыз да болады. Осыны салып, жұмыртқаны жақсылап тұрып араластырамыз. Үстіне дәмдеуіштерді қосып, майдалап туралған петрушканы салып, және де жаңағы хлопьямызды салып, барлығын араластырамыз. Листке пергамент қағазын төсеп, барлық тауық сүбесін дәл видеода көрсетілгендей орналастырып шығамыз. 190-200 градуста қызып тұрған пеште 20-25 минуттай қып-қызыл болғанша пісіреміз. Мінекей біздің стрипсы өте керемет болып пісіп шықты. Гарнирге күрішпен, түрлі пюремен және де соустармен ұсына берсеңіздер болады. Сіздерге майда қуырылған, құрамына көп зиянды заттар қосылған фастфудтарға қарағанда осылай үй жағдайында өте оп-оңай, құрамында зиянды заттары жоқ стрипсыды дайындап көруге кеңес беремін. Ортасы жұмсақ, сырты осындай қытырлақ керемет болып шыққан. Сіздерге осы рецепт ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қарасаңыздар, лайк басып, егер де осы рецептпен дайындап көрсеңіздер, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта қызықты видеолар шығатын болады. Жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ас болсын!